Достар, мен сіздерге бүгін мына әлеуметтік архив 1190 теңге тарифті қосып беретін боламын. Қосу ақылы болады. Инстаграм каналға өтсеңіздер, описаниеде Инстаграм тұрады, сол жаққа өтіп, сол жерге мен аламын десеңіздер, мен сіздерге қосып беретін боламын. Тек қосып беру ақылы болады, достар. Әлеуметтік тариф бұл жерде 1190 теңге абоненттік төлемі көп болады, яғни безлимит 790 теңге, екеуін қосқанда 1980 теңге. Яғни сіз бірінші айына 1190 теңге төлейсіз. Көп болады, безлимит бір айына тегін, келесі айдан бастап ақшалатын болады. Яғни бірінші айына 1190 теңге, келесі айдан бастап 1980 теңге төлейсіз. Бұл тариф шамалы уақытқа ғана қосулы. Біраз уақыттан кейін қайтадан тағы базаны жауып тастауы мүмкін. Қазір уақытынша бізге ашып берді, базаны қосуымызға мүмкіндік берді. Шамалы ғана уақыт. Қанша уақыт екен бізге белгісіз, толық айтқан жоқ. Енді қараңыздар, тариф жайында айтатын болсақ, 7 гигабайт, қоңырау шалу шексіз, 50 минут, 200 SMS ішінде. Одан бөлек сіздер безлимит толық қолданатын болсыздар. Мен тарифім осы айдың 13-іне бітетін болады, ал маусымның 13-іне. Бүгін 8-і. Әлі менде 2 гигабайт бар. Менде әлі 2 гигабайт бар. Мен мынау гигабайтты тек қана Wi-Fi үшін құртқам. 7 гигабайттың, мінекей 5 гигабайттың мен тек Wi-Fi үшін құртқам. Қалғанның барлық нәрсесі тегін. Бұл жерде қараңыздар, не заттар тегін. Қызметтер, YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, тағы басқа қандай да бір мессенджерлер барлығы тегін. Тек Google Chrome, яғни интернеттің өзі ғана платный. Қалғанның барлығы тегін. Яғни платный дегенде сіз мына гигабайттың есебінен кететін болады, достар. Алам дейтін болсаңыздар, описаниедан Инстаграмға өтіп мен аламын деп жазсаңыздар, мен сіздерге осы тарифті қосып беретін боламын. Тек қосу ақылы болады, достар. Тегін емес, ақылы. Каналға подписка, видеоға лайк басып қойыңыздар, және достарыңызбен бөлісіңіздер видеоны. Басқаларға да пайдалы болсын, басқалардың өзіне тарифті қосып алсын. Үлгеріңіздер, достар, уақыт аз.